Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ұн қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Бұл тағамның әр облыста әртүрлі атауы бар. Нан палау, нан қуырдақ, нан салма дейді. Негізінен Моңғолияда көп жасалынады. Цуйван деген атпен белгілі. Барлық керек заттарды описаниеге, яғни видеоның астына жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көріңізді сұраймын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, суымызды және бір қасық тұзымызды салып, қамырымызды илеп қоямыз. Мен көз мөлшерімен салып жасадым. Видеоның астына керек заттарды жазып қоятын боламын. Бұл тағамды жасап көріңіздер, міндетті түрде өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Апталық менюларыңызға қосып қойсаңыздар болады. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды ет ауқаттың қамырын илеген сияқты қаттылау қыламыз. Міне осылай илеп алдық. 30 минутқа июі қанғанша бетін майлықпен жауып қойдым. Табамызға майымызды қыздырып, етімізді салып қуырамыз. Менде жылқының еті. Сіздер қалауларыңызша сиырдың, қойдың етімен жасауларыңызға болады. Отымыз орташа болып жанып тұр. Осылай қуырып аламыз. Мен 5 минуттай қуырып алдым. Үстіне алдын ала ұсақтап туралған пиязымыз бен сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Мен 2 қасық томат пастасын қостым. Сіздер қызанақ қоссаңыздар да болады. Және де татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне етіміз батып тұратындай етіп, су құямыз. Және 30 минуттай баяу отта қақпағын жауып қойып қоямыз. Иленген қамырымызды, ұнымызды сеуіп жаятын боламыз. Қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Кезегімен екі жағын ауыстыра отыра жаямыз. Қамырымыз жұқа болып кетпеуі керек. Міне қамырымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қамырымызды осындай пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп алдым. Бұл бізге қамырды кептіруге қажет. Егер менің противенім кішкентай болғандықтан осылай кіші бөліктерге бөлдім. Егер сіздерде үлкен болса, қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Противенімізді міндетті түрде ыстық етіп ысытып аламыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың екі жағын кептіріп аламыз. Бұл міндетті түрде қамырымыз бөлек-бөлек әдемі болып шығу үшін кептіріп алуымыз қажет. Міне кепкен қамырларымыз осындай болады. Барлығын біріктіріп турасаңыздар болады. Мен бөлек-бөлек турап алдым. Және де қамырымызды кеспеге кескендей етіп майдалап кесеміз. Сонда тағамымыз өте әдемі болып көрінетін болады. Противендеріңіз суып қалса, тағы да ысытып алыңыздар. Осылай барлық қамырды кептіріп шығамыз. Міне кепкен қамырларымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай
майдалап турап аламыз. Құрғақтығы лаваштың қамыры секілді болады. Осылай барлық қамырды турап аламыз. Міне қамырымыз дайын. Енді етіміз піскенін көріп, егер суымыз аз болса, үстіне су құйып, отымызды орташаға қойып, қамырымызды саламыз. Қамырымызды бетіне ғана салып қоямыз, қозғамаймыз. Осылай біркелкетіп салып аламыз да, қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Отымызды баяулатып қоямыз. Тағамымыз дайын достар. Дәмі деген өте ерекше әрі дәмді болып пісті. Жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттер болады. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.